Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Ең алдымен таза ыдысымызға дрожжымызды, құмшекерімізді, жылы сүтімізді, суымызды құямыз жылы. Араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстінен тұзымызды саламыз, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне сұйық майымызды құямыз. Барлығы біркелкі араласқанша араластырып аламыз. Араластырып болған соң алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Дәл осындай тығыздықта болады қамырымыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Салмасын дайындаймыз. 3-4 картошкамызды сыртын ашып, тазалап жуамыз. Майда бөліктерге бөлеміз тез пісуі үшін. Ыдысымызға салып, үстінен суымызды құйып, отқа қоямыз. Картошкамыз піскенше қайнатамыз. Пиязымызды дайындаймыз. Табамызға сұйық майымызды құямыз. Қурап алған пиязымызды саламыз. Кішкене сарғайғанша қуырамыз. Картошкамыз пісті біздің. Судан сүзіп аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш себеміз. Және жаңа қуырып алған пиязымызды саламыз. Салмамыз дайын болды біздің. Араластырып бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көріп болған соң, менің каналыма өтіп кіріп көріңіздер. Менің каналымда неше түрлі дәмді рецепттер бар. Каналым сізге ұнайды деген ойдамын. Сонымен қатар каналымнан сіз өзіңізге керекті рецепті тауып аласыз деген ойдамын. Он екі бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Домалақтап қоямыз. Барлығын осылай домалақтап алдық. Бір шетке қоямыз қамырымыздың бетін жауып, қаязып қалмас үшін. Қамырымызды бір шетінен алып, жая бастаймыз.
Қамырымыз дәл осындай жұқалықта болады. Ортасына ұнымызды сеуіп, бір шетке қойып қоямыз бүктеп. Екінші қамырымызды жаямыз. Дәл сондай жұқалықты жаясыздар. Бұны да дәл солай ортасына ұнды сеуіп, бір шетке қойып қоямыз. Үшінші қамырымызды жаямыз. Өте оңай әрі дәмді. Үшінші қамырымызды жайып алдық. Қамырымызды бір шетке қойып қоямыз. Бірінші қамырымызды жаямыз енді. Сармайымызды ерітіп, жағып шығамыз бір тегістетіп. Жағып болған соң үстінен екінші қамырымызды жаямыз. Бұған да дәл сондай сармайымызды ерітіп жағамыз. Үшінші қамырымызды жаямыз. Жаңағы ерген сармайымыз тағы да жағып шығамыз. Жағып болған соң 4 бөлікке бөлеміз. Жанына бір шетінен бастап жаңағы салмамызды осылай салып шығамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар. Каналыма өтіп кіріп көрсеңіздер болады. Ыстық тағамдардың, самсалардың, қатпарлы самсалардың, сонымен қатар пирогтардың, неше түрлі торттардың рецептері бар, салаттардың рецептері бар, қысқа арналған салаттардың, компоттардың рецептері бар. Міндетті түрде каналыма өтіп кіріп көріңіз. Менің каналым сізге ұнайды деген ойдамын. Дәл мен көрсеткендей етіп орайсыздар. Өте оңай. Барлығын дәл осылай орап шығамыз. Орап болған соң пісіретін табамызға саламыз. Он минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек қамырымыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Және бетіне сән үшін күнжіт сеуіп жатырмын. Күнжіт өз қалауларыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Жалпы қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады дәл осылай. Жалпы доқтарыңызға да байланысты. Өте жұмсақ.
істеп көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргеніңіз үшін рахмет. Міндетті түрде каналыма өтіп көріңіз. Каналым сізге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.